Сәлеметсіздер ме? Мен сіздермен бүгін бауырсақтың өзім жасайтын рецептпен бөлісемін. Ыдысқа жылы сүт құямыз. Су құямыз. Қант саламыз. Араластырамыз. Енді ашытқы саламыз. Тұз саламыз. Жұмыртқа саламыз. Ерітілген майды құямыз. Жақсылап араластырып, бұның үстіне аз-аздан ұн саламыз. Осылай аз-аздан ұн салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырды жұмсақ қылып илеп қойдым. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамыр мынадай болып көтерілді. Енді бұны жаямыз. Қамырды екіге бөліп алдым. Енді бір бөлігін кішкене ұн сеуіп жаямыз. Жайған қамырдың қалыңдығы тіпті қалың болмау керек, тіпті жұқа болмау керек. Орташа болу қажет. Ұн сеуіп жіберейік, жабыспас үшін. Осы қалыңдығымыз жеткілікті. Тіпті жұқа болмауы қажет. Енді стаканмен, менде стакан диаметрі 6 сантиметр, кішкене ұнға батырып аламыз да, бұлай бауырсақтарды кесеміз. Міне. Осылай кесіп шығамыз. Енді бауырсақтардың бетін жауып қоямыз. Пештің астын қосып, бауырсақ пісіретін ыдысқа майды құйып қыздырамыз. Бауырсақ пісіретін ыдысқа майды құйып қыздырып аламыз. Тұрған майға бауырсақтарды салып, сарғайтып, екі жағын сарғайтып пісіріп аламыз. Осылай сарғайтып пісіреміз. Бауырсақты пісіріп алдым, дайын болды. Енді мен сіздерге бауырсақтың ортасын көрсетейін. Міне, ортасы тығыз емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.